Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Бүгін синтетикалық дәрілік заттардың химиясы мен технологиясынан бейорганикалық дәрілік заттар Дмитрий Иванович Менделеевтің периодтық жүйесінің бірінші және екінші топ элементтерінің қосылыстарына тоқталатын боламыз. Сіздермен лекцияны жүргізетін мен Дүйсенәлі Айдана Мақсұтқызы. Дәрілік қосылыстар дегенде оның ең алғашқы тарихына тоқталмасақ болмас. Тарихы сонау 1954 жылғы Михаил Давидович Машковскийдің шыққан дәрілерге арналған фармакотерапия туралы нұсқаулық кітабы атап өтуіміз керек. Онда барлық дәрілік қосылыстарды 13 топқа бөліп қарастырған. Онда орталық жүйке жүйесіне ғана әсер ететін дәрілер шығарылады. Бұл топқа анестезияға арналған дәрі-дәрмектер, ұйықтататын дәрілер, түрлі психотроптық препараттар, аналгетиктер және басқалары кіреді. Әрбір тарау химиялық жіктелу критерийі бойынша, сондай-ақ дәрілік түрдің шығу тегі бойынша қосымшаға бөлініп қарастырылған. Енді Дмитрий Иванович Менделеевтің периодтық жүйесінің бірінші және екінші топ элементтеріне тоқталамыз. Соның ішінде медицинада қолданылатын элементтерінің қосылыстары ол мыс және күміс бірінші топтан, екінші топта магний, кальций, барий және мырыш қосылыстарына тоқталамыз. Сұрақ туындауы мүмкін, мыс және күмістен басқа элементтер неге қолданылмасқа? Себебі олардың уыттылығы жоғары, қолдануға рұқсат етілмеген элементтер. Енді бірінші топ элементтерінің ішінде біз мыс және оның қосылыстарының биологиялық қасиеттеріне тоқталамыз. Адам ағзасындағы жалпы мыс мөлшері 100-150 миллиграммды құрайды. Ересектің бауырында 1 килограмм құрғақ салмаққа орташа есеппен 35 миллиграмм мыс бар. Медицинадағы мыс қосылыстарының ішінен мыс сульфаты антисептикалық және тұтқыр зат ретінде қолданылады. Терінің күйген жерлерін майлау және көз тамшылары ретінде қолданылады. 1-2 грамм мыс сульфатының дозалары ауыр және өліммен улану белгілеріне алып келуі мүмкін. Сондықтан мыстың күніне 10 миллиграммнан артық қолданылмауға тыйым салынған. Сондықтан дәрігерлердің нұсқаулықтан тыс қолдану бұл уланудың өте жоғары дозаларының біріне алып келуі мүмкін. Енді мыс сульфатының алу жолдарына қарастырылсақ, енді мыс сульфатының өзі минералдар түрінде кездеседі, әртүрлі минералдар түрінде. Енді алу жолын өндірістік және зертханалық деп бөліп алып қарастырайық. Енді ең бірінші көріп тұрғанымыздай, бұл мыс көріп тұрғандарыңыздай мысқа сұйытылған қыздырылған күкірт қышқылын қосып, оны ауамен үрлеу арқылы алуға болады. Екінші әдісі ол мыстың эквивалентті оксидіне қыздырылған күкірт қышқылын қосу арқылы алуымызға болады. Енді бұның ішінде бірінші әдісіміз біздің бұл заманауи әдіс деп аталынады, себебі қазіргі таңда қолданылатын тиімді ең негізгі әдістің бірі болып табылады. Енді бұл жерде ауаның орнына азот қышқылында қолдануға болады. Енді одан ары қарай алынған ерітіндіні су және оксидтерден құрамындағы бөлу үшін буландыру процесі жүреді. Буландыру процесі 250 градусқа дейін қыздыру арқылы жүреді. Келесі алу әдісіміз бұл зертханалық алу әдісі. Зертханалық алу әдісінде металлды мысқа күкірт қышқылын қосу арқылы аламыз. Қарапайым әдістердің бірі. Келесі металлды мысқа күкірт қышқылын қыздыру арқылы аламыз. Үшінші мыс гидроксидіне күкірт қышқылын қосу арқылы алуымызға болады екен. Келесі мыс сульфатының физикалық қасиеттеріне тоқталсақ.
мыс сульфатының жалпы формуласын көре аласыздар. Келесі сипаттамасы, мыс сульфаты көк кристалдар немесе көк кристалды ұнтақ, иіссіз металдық дәмі бар, ауада баяу эрозияға ұшырайтын қосылыс. Енді мыс сульфатының химиялық қасиеттеріне тоқталсақ. Мыс ионын осы элементтің аммиакты ерітіндісімен әрекеттестіру арқылы тұнба алынады. Тұнба аламыз. Тұнба аммиактың, бұл тұнбаны ары қарай аммиактың артық мөлшерімен, артық ерітіндісімен ерту арқылы қара көк түсті комплекс аламыз. Келесі, мыс сульфатын сандық анықтау үшін мыстың калий иодидімен әрекеттестіріп, мыстың екі валентті мыс иодидінің тұнбасын аламыз. Келесі, электролиттік диссоциацияға ұшырау реакциясын көре аласыздар. Диссоциацияға ұшырап, металды мыс бөлініп шықты және SO4-тің екі валентті бөлініп шықты. Енді ауыстыру реакциясы, мыс сульфатына мырыш қосып, яғни мырыш барып SO4-ті өзіне қосып алып, металды мыс бөлініп шықты. Енді еритін негіздермен реакциясы, ол натрий гидроксидіміз негізге күкірт мыс сульфатын қосу арқылы, мұнда мыс гидроксиді бөлініп, және натрий 2SO4 бөлініп шықты. Енді басқа тұздармен алмасу реакциясы, мұнда мыс хлоридті барып қосып алып, барий SO4-ті қосу арқылы алмасу реакциясы жүрді. Енді күміске тоқталайық. Күміс және оның қосылыстарының биологиялық қасиеттері. Тірі организмдегі күмістің физиологиялық рөлі жеткілікті зерттелмеген. Күміс ультрамикроэлемент, ағзалардағы мөлшері оның -12%-дан аз. Күміс ықтимал улы және ықтимал канцерогенді элемент ретінде жіктелген. Күмістің айқын бактериоциттік, антисептикалық, қабынуға қарсы тұтқыр әсері бар. Мұны барлығымыз білеміз және күнделікті көріп жүрген, медицинада қолданылып жүрген, ол көріп байқап жүрміз. Яғни күміс бұл антибиотиктердің барлығына ұқсамайтын, оған төзімділікке ие емес бактериялардың 650 түріне қарсы әсер ететін табиғи бактериоциттік металл болып табылады. Күміс көптеген қарапайымдыларға және тіпті вирустарға қарсы антибиотик әсері етеді. Енді күміс нитраты лампис деп аталынады. Сыртынан қолданылатын тұтқыр және теріні кетіретін агент ретінде қолданылады. Стоматологияда кеңінен қолданылады. Түбір өзектерін және тістердің кариес қуыстарын оларды толтырар алдында күмістеу үшін қолданылады. Енді медицинада күмістің нитраты және күмістің коллоидты препараттары қолданылады. Коллоидты препараттары олар колларгол және протаргол. Енді алыну жолдары. Алыну жолдарына келсек, күміс нитратын азот қышқылының артық мөлшермен қосу арқылы күміс нитратын аламыз да, күміс нитратының тұздары аламыз. Одан ары қарай тұзды тотықтыру арқылы, яғни күкірт қышқылмен тотықтыру арқылы
ерітіндісімен күміс хлориді, күмістің хлорид түрін аламыз. Енді күміс хлоридті ары қарай мұрышты ұнтақпен жуып, күкірт қышқылын қосып, металды мыс аламыз. Металды күміс аламыз. Металды күміс аламыз. Енді содан кейін азот қышқылында ерітіп, металдан жасалған күміс нитратын аламыз. Алынған қосылыс кристалданғаннан кейін концентрленеді. Кристалды сумен жуып, қараңғыда кептіреміз. Себебі жарықтың әсерінен органикалық заттардың әсерінен күміс қарайып кету қаупі бар. Себебі күкірт қалпына келеді жарықтың әсерінен. Күкірт қайттан қалпына келіп қалады жарықтың әсерінен, көріп тұрғандарыңыздай. Енді келесі күміс нитратының физикалық қасиеттеріне тоқталсақ, күміс нитраты түссіз, иіссіз, мөлдір кристалды зат. Енді күміс нитратының химиялық қасиеттерінде күміс нитратының шынайылығын анықтау үшін идентификациялаудағы қолданылатын бірден-бір әдіс тотықсыздану және комплекстер түзуге негізделген болып табылады. Мұнда күміс формальдегид ерітіндісімен қыздыру арқылы күкірт нитратының аммиак ерітіндісімен тотықсыздандыру процесі, яғни үрдісі жүреді, көріп тұрғандарыңыздай. Енді бұл жерде күміс нитратына аммиактың сулы ерітіндісін қосып алдық, күмістің гидроксидін алдық, гидроксидке тағы да аммиактың артық мөлшерін қосу арқылы комплекс алдық. Бұл комплексімізді ары қарай оған құмырсқа қышқылын қосу арқылы металды күмістің тұнбасын алдық. Мұнда көріп тұрғандарыңыздай, міне әрекеттескен кезде алынған күміс ыдыстың жан-жағына барып қонып, күміс айна реакциясы деп аталынады. Айна тәрізді отражение береді. Келесі, бұл реакцияны күміс айна деп атадық. Енді келесі, күміс ионын анықтау үшін хлорид ионын анықтау арқылы алуға болады. Бұл кезде тұз қышқылы немесе натрий хлориді қолданылады, тұндырылған. Енді тұз қышқылын қосу арқылы күміс хлоридінің тұнбасын алып алдық. Енді тұндырылған күміс хлоридіне ары қарай бұл күмістің хлориді азот қышқылында ерімейді, сондықтан біз аммиактың сулы ерітіндісін қосу арқылы комплексті күміс аммиак хлоридін аламыз. Бұл кезде сары түсті комплекс түзіледі. Енді екінші топ элементтеріне тоқталсақ, екінші топ ол магний, кальций, барий және мырыш қосылыстар деп атап өтті. Соның ішінде магний, кальций, натрий және калиймен бірге организмдегі маңызды 4 минералдың қатарына кіретінін бәріміз жақсы білеміз. Жануарлар мен адамдар магнийді тағамнан алады. Магнийдің қатысуымен 300-ден астам ферментативті реакциялар жүреді. Магнийдің арқасында жасушалардың құрылымы, олардың өсуі, тіндер мен мүшелер жасушаларының қалпына келуі және жаңаруы кезінде анағұрлым тұрақты болады. Магний сүйек құрылымын тұрақтандырады және сүйектерге
қаттылық береді, жүйке импульстарын беруді маңызды рөл атқарады және жүректің ырғақты жұмысына қажет ақуыз бен нуклеин қышқылдарының метаболизміне белсенді қатысады. Енді дененің магнийге деген тәуліктік қажеттілігі дене салмағының 0,5%-ын құрайды. Орташа есеппен 400 миллиграммды құрайды. Ересектердегі қандағы магний иондарының мөлшері 0,66-дан 1,7 моль литрге дейін болады. Магнийдің ең құнды көздері өсімдік өнімдері. Ол кебек, жаңғақ, жарма, дәмдеуіштер, шай, кофе, какао, көкөністер. Енді магний препараттары. Соның ішінде ол магний цитраты, магний ортаты, магний глюконаты, магний лактаты қолданылады. Медицинада олар минералды қоспалар ретінде организмдегі магний жетіспеушілігі мен гомогонемияның алдын алу немесе емдеу үшін қолданылады. Магний ортаты жүрек жеткіліксіздігін емдеуге қолданылады. Енді алыну жолдары. Бірінші, магний оксидін табиғи тұзды ерітінділерден алуға болады. Ол, яғни, кальций гидроксиді мен магний хлоридін қосу арқылы алуымызға болады. Одан ары қарай магний гидроксидінің тұнбасына магний гидроксидінің тұнбасын термиялық өңдеу арқылы 500-700 градуста магний оксидін ала аламыз. Келесісі магний сульфатына күкірт қышқылын қосу арқылы алуымызға болады. Келесі ол дәрілік заттар магний оксиді, магний сульфаты. Мұнда жалпы химиялық формуласы магний оксиді, магний сульфатының 7 мөлшердегі суы. Ақ жеңіл ұнтақ иіссіз, магний сульфаты түссіз ақ ұнтақ болып табылады. Енді магнийдің химиялық қасиеттері. Магнийдің химиялық қасиеттері магнийдің оксидпен әрекеттесуі, азотпен әрекеттесуі, суекімен әрекеттесуі, сумен әрекеттесуі, судың 2 мөлшерімен әрекеттесуі көре аласыздар. Кальцийдің биологиялық белсенділігі. Кальцийдің 99% гидроксиапатит түрінде сүйек тінінде, шамамен 1% клеткадан тыс сұйықтықта және жұмсақ тіндерде болады. Мұнда кальцийдің адам ағзасында функционалдық белсенділігінің негізін құрайтын маңызды физиологиялық процестерді реттеуге қатысады. Көп жағдайда бұл процестер селективті кальций каналдарымен әртүрлі жасушалардың биологиялық мембраналарының әмбебап компоненттерімен байланысты болып келеді. Енді алыну жолдары. Кальций хлоридін бор немесе мәрмәрді тұз қышқылымен әрекеттестіру арқылы алуымызға болады. Одан кейін магниймен немесе темір иондарының табиғи минералдарының темірдің 3 валенттілігімен әрекеттестіру арқылы алуға болады. Енді кальций хлориді бұл түссіз, иіссіз кристалдар, ащы тұзды дәмі бар, өте гигроскопиялық болып келеді. Енді кальцийдің химиялық қасиеттері, мұнда кальцийдің сумен әрекеттесіп, кальций гидроксидінің түзуі, кальцийдің оксидімен оттегімен әрекеттесіп, кальций оксидінің түзуі, кальцийдің феррум хлоридімен әрекеттесіп, кальций хлоридінің түзуі, кальций гидроксидінің ыдырауы, кальцийдің хлормен қосылуы, кальцийдің көміртекпен қосылу реакциясы, кальцийдің эквивалентті
көміртегін сумен әрекеттестіру арқылы кальций гидроксидін алу реакцияларын көре аласыздар. Барийдің қосылыстарының биологиялық белсенділігі. Барий бұл асқазан ішек жолдарын рентгенологиялық зерттеулерінде радиоконтрастты агент ретінде қолданылады. Өйткені ауыр барий атомдары рентген сәулелерінен жақсы сіңіреді. Барлық еритін барий тұздары улы болғанымен, барий сульфаты суда іс жүзінде ерімейді. Және асқазан сөлінде болатын тұз қышқылында, сондықтан ол улы емес. Ас қорыту жүйесін рентгенологиялық зерттеу үшін пациент ішіне барий сульфатының барит ботқасы, яғни суспензиясын алады. Құрамында барий мөлшері 58,7%-ды құрайды. Енді барийдің медицинада қолданатын барий сульфаты бұл. Енді бұл барий сульфатын алу жолы бұл медицина тәжірибесінде флюороскопия үшін жоғары дисперсті барий сульфаты қолданылады. Бұл көмірмен күйдіру, бұны барий сульфатын көмірмен күйдіру арқылы барий сульфидін аламыз. Одан ары қарай оны күкірт қышқылымен өңдеу арқылы барий хлоридін алуға болады. Келесі әдісі бұл барий сульфатына күкірт қышқылымен өңдеу арқылы онда алынған барий хлоридті натрий сульфаты тұзымен әрекеттестіру арқылы алуға болатынын көре аламыз. Енді химиялық қасиеттері. Барий сульфатының күкірт қышқылымен әрекеттесуі, барий сульфатының көміртегімен әрекеттесуі, барий сульфатының термиялық айырылу реакциясын көре аласыздар. Енді мырыштың биологиялық белсенділігіне тоқталсақ, мырыш организмдегі маңызды элемент. Бұл ақуыз синтезіне, өмірлік белсенділікке қажетті гормондарды өңдеуге қажет. Егер денеде мырыш жеткіліксіз болса, адамның денсаулығы айтарлықтай нашарлауы мүмкін. Мырыш келесі процестерге қатысады. Сыртқы түрін жақсартады, май бездерін реттейді, жараның тез жазылуына ықпал етеді, маңызды гормондардың өндірісін ынталандырады, қаңқа жүйесімен тістерді нығайтады, А дәруменін сіңіруге көмектеседі, метаболизмді жеделдетеді, мидың жұмысын жақсартады, несеп жыныс жүйесінің жұмысына көмектеседі, дененің қорғаныс қабілетін белсендіреді, жүйке жүйесін күшейтеді және жүктілік кезінде әйел денесін қолдайды. Медицинада мырыштың мырыш оксиді мен мырыш сульфаты қолданылады. Енді мырыш оксидін алу үшін мырышқа күкірт қышқылын қосу арқылы мырыш сульфатын аламыз. Оған ары қарай натрий сульфатына тағы су қосу арқылы аламыз. Енді келесі су қосу арқылы біз мырыш SO3 және оның көбейтілген мырыш гидроксидті тұнбасын алдық. Ол тұнбаны ары қарай термиялық айыру арқылы мырыш оксидін аламыз. Келесі ол бір әдісіміз, ол мырышқа оксид қосу арқылы мырыш оксидін алу. Енді дәрілік зат ретінде ол цинк оксиді, химиялық формуласы цинк оттегі, сипаттамасы сарғыш жылтыр аморфты ақ ұнтақ. Цинк сульфаты. Енді бұл цинк сульфаты түссіз мөлдір кристалды немесе иіссіз кристалды ұнтақ ауаның әсерінен эрозияға тез ұшырайды. Мырыштың химиялық қасиеті мырыштың оксидпен қосылуы, мырыш оксидінің хлормен қосылуы, мырыш оксидінің негізбен және сумен әрекеттесуі арқылы комплекс түзуі, мырыштың тұз қышқылмен қосу арқылы мырыш хлоридін түзуі, мырыштың натрий гидроксид негізбен су қосу арқылы натрийдің комплекс
түзу реакциясын көре аласыздар. Назарларыңызға рахмет. Бүгін біз сіздермен Дмитрий Иванович Менделеевтің бірінші және екінші топ элементтерінің медицинада қолданылатын қосылыстарын атап, жалпы түрде түсініктеме беріп шықтық. Назарларыңызға рахмет.